Қыз еркем, қылығымен көркем. Гүл өссе, жердің көркі, қыз өссе, елдің көркі деген дана халқымыз. Табиғатынан нәзік, инабатты, сұлу келетін, екінші жағынан мықты, төзімді, шаңырақ иесі, адал жар. Асыл ана болатын қазақ қыздарынан не жетсін? Жібек, Баян сынды аруларымыздың жолын қуған қыздарымызға тәрбие жеткілікті беріле ме? Қыз тәрбиесі ұлт тәрбиесі. Бір қолмен бесік, бір қолмен әлем тербеткен болашақ аналар жайлы әрбір ата-ана толғануы тиіс. Меніңше, қыз ақылды, тәрбиесі мол, жанашыр, қарапайым, ар-ұяты бар, инабатты, айналасына мейірімі мен махаббатын төгіп жүретін қарапайым қылып тәрбиелеу ол ата-ананың қолында. Қыз бала ол елінің айнасы. Сондықтан да дана халқымыз қыз баланың тәрбиесіне үлкен зейін қойып, бала кезінен болашаққа үйретіп, жастайынан бойына асыл, құнды қасиеттерді сусындатып өсірген. Жалпы қоғамның басты байлығы адам болса, парасатты да тәрбиелі қыздар қоғамның ортаймайтын ең құнды қазынасы. Қоғамды тәрбиелеймін десең, қызыңды тәрбиеле деген қағиданың мәні қаншалықты терең болса, мазмұны соншалықты салмақты. Қыз, әйел ана, қасиетті ұғымдар. Өйткені олар өмірде ұрпақ өрбітетін бастау бұлағы. Ұлттың бар болмысы, тілі мен діні, әдет ғұрпы мен салт дәстүрін ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, бойына дарытатын да әйел ана. Сондықтан да ертеңгі ана, бүгінгі қыздарымызды дәстүрге сүйентіп, уақыт талабына сай тәрбиелеу ата-ананың ғана емес, сонымен қатар бүкіл қоғамның міндеті. Қазақ халқы қыз деген сөздің әдептіліктің, әдеміліктің, жинақылықтың үлгісі ретінде танығандықтан, қыздың жиған жүгіндей, мінезі қыздай, қыз қылықты деп жақсы сөздермен байланыстырған. Негізінде өмірде қыз баланың жолы өте ауыр. Сондықтан да жастайынан бойына асыл құнды қасиеттерді сусындатып, бала кезінен үй шаруасына баулып, үлкен өмірге дайындаған. Қазақ халқында қыз балаға деген тыйымдар өте көп. Қызға 40 үйден тыйым. Бүгінгі қыз өйткені ертең ақ